Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Соңғы ситуацияны көріп жатсыздар, естіп жатсыздар. Мен ештеңе салып жүрген жоқпын. Салмауымның себебі бірдеңке дұрысталып қалар, бір арамыздағы түсініспеушілікті шешіп қалармыз деп, кішкене келіншегіміз жібіп қалар деген мақсатта ештеңе салып жүрген жоқпын. Бірақ уақытқа салған сайын керісінше ашу күшейіп бара жатыр. Бұрындар әжелеріміз айтып жүр, еркектерге бәрібір деп. Қазір наоборот керісінше әйелдерге бәрібір деп. Кім ба түсінбедім. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін күн керемет болып тұр. Сериалды аяқтадық. Бұйырса күзде шығады. Сол кезде айта жатарым. Көрерсіздер, өздеріңіз бір бағасын берерсіздер. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Всех люблю, обнимаю. Достар, жақсы алып, өшердің дворында отырмыз. Күшті болып, қарнымыз тойып, шүкірдеп, екен ойнатып алып келдік. Ойнап отыр. Погода күшті болып тұр, сонымен отырмыз. Үйге қайтайық десек, үйде тасимай кетеміз. Отырмыз енді. Қайырлы күн барлықтарыңызға, қалайсыздар? Елдердің жұмысы бір қалай айтсам болады, көлікпен бір жерге қыдырудан басталса, менің жұмысым мынандайдан басталып отыр. Мына бір портты паяльникпен паять етіп шешіп алып, осы портты мына Медиклайвердің артындағы портына салуым керек болып тұр ғой. Паять етуім керек болып тұр. Шаңызға қайырлы таң, аэропортқа келдік. Қазір сағат 6-дан кетсе, уже біздің ұшақ ұшатын боламыз. Я қатын тұрып алды. Бізді отырмыз. Регистрация өтіп қойып.